Қазақстан Республикасының аумағында 18 конфессия тіркелген. Оның діни біреуі Қазақстан мұсылман діни басқармасы, яғни исламдық бағыты. Енді сол негізінде нақты айқындап ашып беру керек. Яғни Қазақстан Республикасының аумағында дәстүрлі исламдық бағыт дәстүрлі дін, Ханафи мазхабы негізінде, Матурид ақидасы негізінде құрылған дүние. Бұл ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттың салт дәстүрімен сабақтасып, халықтың рухани өмірінде орын тапқан таным. Жалған сәләфизмде кезінде жүрген азаматтар өзінің ар-ожданын, діни сенім бостандығы ретінде бұл сәләфизм идеологиясын тықпалақтап, менің ар-ожданым дегісі келеді. Негізі Мұхаммед ибн Абдул Ваххабтың идеологиялық қозғалысы негізінде құрылған неосәләфиттік, жалған сәләфиттік идеология. Жаңа бір форматта шықты. Яғни біз міне деп, біз Қазақстан Республикасына қайшы келетін ұстанымдарымыз жоқ. Бірақ менің сақалым, кейде салт дәстүр орындамау, менің ар-ожданым орындамаймын, біреу орындама деп айтпаймын деген сияқты. Сәләфизм біздің салт дәстүрді жойып отыр, анау бидғат, анау ширк харам деп жүр. Демек біз шағым ар-ождан болса нақтылап ашып көрсету керек. Ар-ождан бостандығы Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген діни конфессиялар негізінде өлшенеді. Мұны сіздің танымыңыз, ұстанымыңыз біздің Қазақстан Республикасының аумағында рұқсат етілмеген идеологиялық ағым, бұл таным дұрыс емес деген сияқты нақтылық керек.